Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар. Бүгін біз сіздермен технологиялар әлеміне шолу жасайтын боламыз. Яғни компьютерді толықтай қарастырамыз. Балалар, бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы компьютердің құрылғылары. Қалай ойлайсыз? Компьютер қандай құрылғылардан тұрады? Компьютер құрылғылары монитор, пернетақта және жүйелік блок. Бұл құрылғыларсыз компьютер толық жұмыс жасай алмайды. Және бұл құрылғылар негізгі құрылғылар болып саналады. Ал қалған құрылғылар қосымша құрылғыларға жатады. Олар тінтуір, принтер және дыбыс колонкалары. Балалар, енді әр құрылғымен танысып өтейік. Ендігі кезек жүйелік блок. Жүйелік блокта компьютердің негізгі жұмысын атқаратын процессор және жады орналасқан. Келесі құрылғы монитор. Монитор ақпаратты экран бетіне шығаруға арналған құрылғы болып саналады. Үшінші құрылғымыз пернетақта. Пернетақта ақпаратты компьютерге енгізуге арналған құрылғы болып саналады. Ол әріп, сан және таңбаларды енгізеді. Келесі кезекте тінтуір. Тінтуір компьютер экрандағы меңзерді басқару құрылғысы. Және соңғы болып айтатын құрылғы ол принтер. Принтер ақпаратты компьютерден қағазға басып шығаруға арналған құрылғы болып саналады. Балалар, осылайша біз компьютердің негізгі және қосымша құрылғыларын анықтадық. Бүгінгі сабақта компьютердің құрылғыларымен танысып шықтық. Бүгінгі сабақ түсінікті болды деп ойлаймын. Келесі кездескенше назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар.